Қайырлы күн, менің есімім Назерке, мен сана орталығының негізін қалаушыларының бірімін. Бүгінгі видео бұл Парето заңы туралы немесе басқаша айтқанда 80-20 ережесі туралы болмақ. Я білемін, ол туралы барлықтарыңыз естідіңіздер, барлықтарымыз онсыз да білеміз. Дегенмен, бұл ереженің өмірімізде қандай орын алатыны, бұл ережені қалайша өмірімізді жеңілдетуге пайдалануға болады, бүгінгі видео осы туралы болмақ. Алғашқы болып, бұл заңдылықты Вильфредо Парето есімді адам табады. Яғни ол өзінің бақшасына баратын болса, және де оның ішіндегі бұршақтардың, яғни қарап отырсаңыздар, бүкіл бұршақтардың 80%-ын, орысша айтқанда горох қой, осының 80%-ын тек қана 20% бұршақ қана береді екен. Ал қалған 80% бұршақтан тек қана 20% бұршақ шығады. Яғни кейін бұл заңдылықты бір рет көреді, екі рет көреді, кейін ары қарай оны зерттей бастаса, ең қызығы бұл заңдылықты бүкіл жерден көре бастайды. Мысалы, сіздерге де өте қызықты шығар, бүкіл дүние жүзінің байлығы 80%-ы 20% қалады сонда. 80%-ы бүкіл әлемдегі жер шарындағы тек қана 20% адамға тиесілі екен. Ал қалған 20% байлық бұл қалған 80% адамның арасына тиесілі. Қарап отырсаңыздар, бұл заңдылық көп біздің өміріміздің тек қана мысалы әртүрлі бір статистикада ғана емес, біздің өмірімізде де орын алады екен. Мысалы алайық, сіздер өздеріңіздің киіп жүрген киімдеріңіздің ең қызығы бүкіл 100% киіміңіздің ішінен тек қана 20%-ын ғана қайта-қайта, яғни бүкіл уақытыңыздың 80%-ын киеді екенсіз. Ал қалған керісінше сіздің шкафыңызда тұрған бүкіл киімнің, мысалы, мынау 20%-ын сіз 80 уақыт кисеңіз, қалған 80% киіміңізді небәрі 20% ғана киеді екенсіз. Қарап отырсаңыздар, бұл біздің өмірімізде де орын алады. Әрине, бұл ереже міндетті түрде 80-20 қатынасында емес, кей жағдайда ол өзгеруі мүмкін, яғни 85-25, немесе керісінше 75-25 деген секілді кішкене ауытқулары болуы мүмкін. Бірақ одан ең негізгі беретін мағына, яғни көп заттардың аз ғана мөлшердің көп нәтиже беретіні, ол ереже әрқашанда сақталатын естен шығармауымыз керек. Енді бұл жарайды, бұл ереже бар делік, бұл ереже бүкіл өмірде кездеседі, енді оны өмірімізде қалай қолданамыз, соған тоқталсақ. Мысалы, кәсіпте бұл ережені қалай қолдансақ болады, Егер сіз кәсіпкер болсаңыз, өзіңіз де байқаған боларсыз, көп жағдайда біздің 80% әртүрлі жасайтын әрекеттеріміз тек қана 20% нәтиже береді. Яғни, былай қарап отыратын болсаңыз, 80% әрекетіміз бізге тек қана мына жақтағы 20% нәтижені береді екен. Бұл нәтижеміз бұл бізде ақшалай болуы мүмкін, немесе оқырмандардың саны көбею, егер сіз блогер болсаңыз, көп жағдайда 80% тек қана 80% әрекет, 20% бізге нәтиже береді. Енді басқа жағында қарама қайшы, керісінше, мына жақтағы 20% ғана әрекет бізге 80% барлық табысты алып келуі мүмкін. Қарап отырсаңыздар, осыдан кейін біз өмірде бұл ережені қалай қолдана бастаймыз. Біз бүкіл уақытымызды, бүкіл энергиямызды, 80% бүкіл әрекетке жұмсаудан гөрі, біз өзіміздің назарымызды да, фокусымызды да барлығын 20%-ға аударатын болсақ, біздің табысымыз әрине көбірек болады. Қарап отырсаңыздар, бұл ережені осылай бизнесте де қолдануға болады. Одан басқа әрекеттен басқа да бұл сонымен қатар біздің клиенттерімізге де байланысты. Ең қызығы, біздің бүкіл клиенттеріміздің ішіндегі тек қана 80%, 20% табысты алып келсе, енді керісінше 20% клиентіміз бізге 80% табыс алып келеді екен. Яғни, осыдан кейін сіз өзіңіздің клиенттеріңізге де басқаша қарай бастайсыз. Яғни, бүкіл
мына жақтағы сыйлықты немесе жаңа әртүрлі конкурстарды мына адамдарға көбірек акцент бере бермей, яғни бұл 80% көп адам бола бергенмен, олар тек қана сізге бүкіл табысыңыздың 20%-ын ғана береді, иә. Ал енді сіз керісінше өзіңізден жиі тамақ тұтынатын, немесе мына сіздің тауарыңызды сатып алатын адамдардың ішінен 20%-на көбірек көңіл бөлсеңіз, себебі олар 80% сізге табыс алып келеді, иә. Одан кейін сіздің бизнесіңіз жақсара бастайды. Жақсы, кәсіпке байланысты, мына кәсіпкердің іс-әрекетіне байланысты біз бұны түсіндік. Ал енді жеке өзімізге, жеке тиімділікті арттыруға, бұл заңды қалай қолдануға болады, соған да тоқталсақ. Жеке өзіміздің өмірімізге бұл ережені пайдаланатын болса, жалпы қарасаңыздар, бізде де бүкіл біздің қабілеттеріміз болса, оның 80% емес, 20% біздің қазір алып жүрген, мысалы, 80% нәтижені береді, иә? Яғни сіз көп жағдайда өзіңіздің ең мықты бір қабілеттеріңіздің солған мән бере отырып, сіз 20%-дан 80% нәтиже аласыз. Қалған 80% сізге тек қана 20% нәтиже береді. Немесе адамдармен араласқанда да осы ережені қолдануға болады. Әрине біздің таныстарымыз көп, мысалы, достарымыз көп делік, және ең басында менің өзімде ойлайтын, барлық адамға бірдей көңіл бөлуіміз керек деп, яғни алыс танысың болсын, жақын досың болсын, туысың болсын деген секілді, Бірақ бұл ережені білгеннен кейін, бұл ережені де өзіңіздің басқа адамдармен дегендегі қарым-қатынасты жақсартуға да пайдалануға болады, Яғни қарасаңыз, мына жақта бүкіл адамдардың ішінен, мысалы, тағы да салып жүрсек, сіз көбінесе енді өзіңіз ең жақсы араласатын, сізгі шабыттандыратын, немесе бір әрқашанда көңіл күйіңізді көтеретін барлық таныстарыңыздың ішінен тек қана 20% ғана сізге сапалы өміріңізді сезінуге көмектесетін адамдардың пайызы, ол әрине тек қана 20%. Қалған 80% бұлар мысалы сізге қалған бір 20% бақыт алып келеді делік, Яғни осыдан кейін, мысалы ең басында сіз бүкіл өзіңіздің назарыңызды, көңіл күйіңізді әр адамға бірдей жұмсайтын болсаңыз, осыда ережені білгеннен кейін сіз бүкіл назарыңызды ең жақын адамдарыңызға, 20%-ға сіз көңілді көбірек бөлетін болсаңыз, сіз осы адамдар арқылы бүкіл бақытыңыздың бір 80%-ын алатын болады, Қарап отырсаңыздар, бұл ережені осы жаққа да қолдануға болады. Осы ережені пайдалана отырып, өміріңіздің тиімділігін қалай арттыруға болады, Яғни жаттығу неден тұрады? Ең алдымен сіз аласыз да бүкіл қандай қабілетіңіз бар, содан тізім жасайсыз. Оның үшін жаңағы, адамдармен жақсы араласам, немесе керісінше мен өте ұқыптымын, фото жақсы түседі, мүмкін креативтімін деген секілді, сөйтіп қандай қабілетіңіз бар, аямай тізімнің барлығын жалғастырып, толыққанды жазыңыз, Кейін осы 100% тізімнің ішінен екінші қадам не істейміз? Біз ең маңызды деген 20%-на ғана мән береміз. Яғни осының ішінен мүмкін сіз фотоға жақсы түсіресіз, яғни сіздің 20%-ның ішіне осыны кіргізуіңізге болады, немесе тағы арасынан тағы да басқа бір қабілетті таңдайсыз да, яғни осы мықты жақтарыңызды сіз күшейте бастайсыз. Сол кезде сіздің небәрі бүкіл қабілетіңіздің ішіндегі 20% ғана сізге не береді? Өздеріңіз түсінгендей 80% нәтиже береді, Жаттығуды міндетті түрде орындаңыз, себебі Парето заңы ол барлық жақта бар және оны елемей кетуге болмайды, Өз кезегінде сіздерге айтайын, осы видеоны толыққанды қарап шыққан барлық оқырмандардың, көрермендердің ішінен тек қана 20% ғана бұл жаттығуды жасап, өзінің өмірін жақсартатын болады, Сондықтан да егер сізге бұл видео пайдалы болып, міндетті түрде өзгеремін десеңіз, бізге лайк басуды ұмытпаңыз, өзіңіздің пікірмен бөлісіңіз, ал мен сіздермен келесі басқа да видеоларда көріскенше сау болыңыздар деймін.